Isi. Al endi o'tgan sababga to'g'ri. O'tgan qanday taqdir? Осы өткен сабақ бойынша қазір мен сіздерге бала жұптық жұмыс беремін. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында. Жұптық жұмыс ретінде қарап беремін. Жүйке жүйесіне не жасады, соны жазып шығу керек. Байға? Жұптық жұмыс. Екеуін білесіз. Жұптық жұмыс деп қая? Екі адам. Бірден дұрыс тапқан жұпқа неше балл беріледі екен? 3 балл беріледі екен. Мына қараңдар. Бұл тапсырмаға үшеуіне жауап берген жұпқа неше балл беріледі? 3 балл беріледі екен. Жұмысымызбен бір-бірімізбен алысамыз. Алысамыз бір-бірімізбен. Енді тақтарға қарап тексереміз балалар. Екінші жоға жанда не керексіз? Екінші? Жолы. Және үшінші? Қазір балалар біздің қажетті содан не шыққан ақпар біледі. Бізде сипат сезім мүшесі. Сипат сезім сізде көтеріңіз байлайсыздар. Сізде қазір сипат сезім арқылы танымай сөйлеседі. Бір-бірден аламыз. Жетінші байлаймыз. Кәдімгі көздерін байлаймыз. Балалар мен оларға тап қойып қойдым. Тұрсақ қойсыңдар не зат екен тап қойсыңдар. Пульт дейді, калькулятор дейді, орақ дейді, телефон дейді, сағат дейді. Балалар дұрыс па? Дұрыс дейді, көзіңізді ашып көрейік, дұрыс екен. Қолмен ұстап, сипап беру арқылы. Өте жақсы. Сен қайдан қайдан ұстап, сипап беру арқылы. Өте жақсы. Жарайды. Өте жақсы. Жарайды, балалар. Бір-бірімен бағаланамыз, иә? Sprayı yükseltelim. Tartun, göstersen göstereceğim. Ne yapıyorsunuz şu anda? Tartun'un yüzünü göstereceğim. Gel devam hadi. Şimdi hadi. Anlar? Ne yapalım? Ne görebiliriz? Şunu biz. Yemek kaçta? Mangalın yanında. Şurada bir de Balar, şimdi bunu tekrar hayal ediyorum. Aferin kadar farklı bir hayal ediyorum. Осы иіс сезгеніміз, біздің ұстап көргеніміз, жаңағы дәмін көргеніміз, оның барлығын бізге айтып тұратын, бізге білдіріп тұратын адамның қайшысы. Олай болса балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жүйке жүйесінің маңызы. Мақсатымыз не екен? Жүйке жүйесінің адам ағзасындағы бөлім түсінетін боласыңдар және жүйке жүйесінің гигиенасы туралы білетін боласыңдар. Ал енді бұл жүйке жүйесінің адам ағзасындағы бөлім туралы және жүйке жүйесі туралы қысқаша бір видеоролик көріп алады. Ең алдымен мида, жұлыннан және ағзаның әрбір бөлігіне жететін талшықтардан тұратын жүйке жүйесі арқылы басқарылады. Жүйке жүйесінің барлық элементтері ішінің өте кішкентай тамырлы ағашқа ұқсайтын жүйке жасушалардан тұрады. Әрбір жүйке жасушасы жасуша денесінен көптеген қысқа өсімдерден және бір ұзын өсімден құралған. Жүйкелер бұл жүйке жасушаларының ұзын өсімдері. Олар әмірлерін ми мен жұлыннан енетін барлық мүшелеріне және керісінше жіберуге мүмкіндіктері бар. Ми бұл бас сүйекпен қорғалып тұратын нәзік мүше. Оның салмағы 1 килограммнан асады. Ми бір-бірімен байланысты бас миының екі жарты шарынан тұрады. Оның көптеген қатпарлары, ойыстары мен сайлары болады. Ми біздің ағзамызда басқару орталығы ретінде қызмет атқарады. Миға жететін ақпарат әдетте омыртқа бойындағы арнайы өзекте орналасқан жұлын арқылы беріледі. Сондай-ақ жұлын жүйке жүйесінің маңызды бөлігі және автоматты түрде орындалатын кейбір еріксіз қимылдарға жауапты. Барлық дене мүшесін қорғап тұрады екен. Хабар береді. Жұлын миға хабар береді. Ми оны қорытып, қайтадан жұлынға қайта жұлын еріп, оны жүйкелерге адам құластырып. Дұрыс айтасыңдар, өте жақсы. Жарайсыңдар. Бірден алып қалады. Бірден алады, иә балар? Дұрыс айтасыңдар, жүйке жүйесі. Ал енді осы жүйке жүйесін емдейтін дәрігерді жарайсың. Демек, сезім мүшелері қалай жұмыс істейді? Жүйке жүйесі ауруларын емдейтін дәрігер мамандары сирек болады деп атайды екен, және атын айтпақшы, иә?
Адамдардың барлық іс-әрекеті неге байланысты екен? Жүйке жүйесіне байланысты екен. Адамның барлық ағзасы жұмыс істеу үшін, дұрыс жұмыс істеу үшін не істеу керек екен? Барлық дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану керек, тазалықты сақтау керек. Дұрыс айтасыздар. Дұрыс айтасыздар. Жауап берген балаларға міндетті түрде бір балмен асылап біздің жүйке жүйеміздің өзіне де біздің керек екен. Ол үшін біз ең бірінші не істеу керекпіз? Дұрыс тамақтану керекпіз. Өте жақсы балалар жарайсыздар. Жауын шашынды таңдалған жел соқты. Аңғырдап жаңбыр тамшылары түсе бастады. Жаңбыр тамшылары көбейе бастады. Одан сайын қатты жауды. Айдағай жатқызады. Күн күтіледі. Өте жақсы жарайсыздар балалар. Biz жергілікті сәтін жасағанда естелік және кім жауап береді? Оны қайдан білдік? Дұрыс айтасыздар. Жаңбыр жауған қайдан білдік? Иә, естіңіздер. Қай мүше арқылы білдік? Есту мүшесі. Дұрыс айтасыңдар. Мен не айттым? Сендер есту мүшесі арқылы қабылдап, жүйке жүйелерін арқылы әрекет ретінде қолданасыздар. Қазір енді осы адам мүшелерін өз орнына жарайсыңдар. Барлығымызда осындай неге шықты ма? Шықты ма? Өте жақсы, жарайсыңдар. Бір-бірден аламыз, иә балалар? Бір-бірден аламыз. Жарайсыңдар. Оқуымызды ашамыз, 50-51 бетін ашамыз. Барлығымыз толық мағлұмат аламыз. Міндетті түрде маған жазып болғаннан кейін айтып көрсетеміз. Қоямыз. Мына мүшелердің атауларын жазып шығамыз. Жарайды ма? Мынау қандай мүше? Жазамыз. Ручкамызды аламыз, жазамыз. Жүйке жүйесінің қызметін білдім. Оның гигиеналық талаптарын қалайынан сақтау керек екенін түсіндім десеңдер, құнды ақпаратты алдым десеңдер, қолымыздан таяқшаны алып келіп осы жерге келеміз. Шок мен жүйке жүйесі туралы түсінген жоқпын, әлі де білгім келеді, ізденісте болуым керек десеңдер, қызылын әкеліп білеміз. Өте жақсы. Өте жақсы балалар. Бүгін сендерді кері байланыс жасағандарға қарап барлықтарына барлық түсінікті олай болса жүген тапсырмаға. Жүген тапсырмаға 50-51 бетті жақсылап оқимыз және сендерде сәйкестендіру тапсырмасы көрсетіледі. Рахмет балалар, сабақ аяқталды.